Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Сіздермен бірге мен Ару Асанхан. Оқу жылы басталып кетті. Қалдарыңыз қалай? Сабақ қалай өтіп жатыр? Бәрі жақсы ма? Осы орайға байланысты мен сіздерге өзім көмегімді тигізгім келді. Себебі менің арнамда пайдалы және қызықты видеолар, сондықтан арнаға тіркеліп кет, егер тіркелмеген болсаң. Бүгін енді мен оқушыларға, студенттерге өз көмегімді тигізгім келеді. Яғни бүгін мен оқуға қажетті өзім қолданатын құрылғылармен бөлісемін. Бәрі де телефонға арналған. Бәрінде таба аласыңдар, бәрі күшті приложениялар, бәрі жұмыс істейді. Жалпы менің арнамда оқу жайлы, оқуға керекті видеолар өте көп. Оның үстінде Инстаграмда да бар. Мысалға, мен Инстаграмда фильмдер жиынтығын жасаймын. Соңғы постта мен оқуға мотивация беретін фильмдерді жинадым. Ол жақта фильмдер де, аниме де, дорама да бар. Өз қалауыңды табасың сол жақтан, сондықтан тезірек Инстаграмма кіріп кел, сол жақта сен өзіңе керек фильмді, аниме, дорама бәрін табасың. Сонымен тезірек бастайық. Айтпақшы, менің шаш үлгім қалай? Мен өзім 2-3 жыл сайын қаятын әдетім бар, сондықтан таңғалмаңдар. 2 жылдан кейін қайтадан қаямын. Бірақ негізінде маған ұзын шаш жараса ма, немесе қысқа шаш жараса ма? Өз пікіріңді қалдырып кет, маған өте қызық. Менде iPhone болғандықтан мен бәрін App Store'дан жүктеп алдым. Бірақ сенде Android болса, сен вообще везунчиксің. Android'тың Play Marker'інде бәр нәрсе бар, бәр нәрсе табылады. Сондықтан ол жақта күшті приложениялар өте көп. Мен айтқан приложенияларды табасын. Қателеспесем, сол жақта бәрі бар. Жалпы, сондықтан Android иесі болсан, вообще кайф. Алғашқы құрылғылар ол математика пәніне қажетті құрылғылар, алгебраға әсіресе. Бұнсыз мен қиналып кететін едім. Сондықтан осы құрылғы маған өте қатты көмектесті. Жалпы осы 3 приложение бар: Mathway, Microsoft Math Solver, қателеспесем, және менің сүйікті құрылғым Photomath. Фото-математика, яғни осы фото арқылы, сен калькулятор арқылы, осы саған бәрін сен шығарып береді. Қазір мен соны сендерге дәлелдеп көрсетемін. Бұл құрылғының ең күштісі ол қағаздағы нәрсені шығарып береді. Мысалға, мен жай ғана 2 қосу 2 деп жазайын. Вдруг 2 қосу 2-ні кембір білмейді. Короче, мен осыны аламын да, бұлай фотоға сканерлеп шығамын. Бұл қандай сандар екенін тауып берді. И вот, міне сендерге 4 екенін тауып берді. Не деген ми, не деген болашақ мынау. Калькулятор өте мықты, сондықтан математикадан қиналсаңдар, міндетті түрде жүктеп алыңдар. Мен бұдан да күшті приложениялар таптым, және оның бәрі Телеграмда. Мен қосымшалардан бөлек Телеграм боттарды да жинадым. Олардың ыңғайлығы жай ғана ол үшін Телеграмды жүктейсіздер, және олар кәдімгідей ақылды боттар, сондықтан қазір солармен бөлісемін. Сонымен алғашқы бот ол MathRG бот. Бұл математикадан көмекші, барлық формулаларды біледі, сендерге есепті де шығарып береді. Сондықтан өзіңе тез сақтап ал. Ал келесі мен қиналған пән ол химия. Сүйікті пәнім емес, вообще ұнамайтын пәндердің бірі. Сондықтан әрине химияға маған көмек қажет болды. Жалпы мен осындай приложенияларды тауып алдым. Ол Chemistry. Яғни бұл жақта сендерге есептерді шығарып береді, неше түрлі формуланы көрсетеді. Телеграмда мыңдаған пайдалы боттар бар, және мен сендерге солардың жиынтығын көрсетемін. Бәрі де пәндерге, сабақтарға қажетті боттар. Вообще, кім ойлап тапқан адамдар вообще генийлар. Қазір мен сендерге соны көрсетемін. Мен бірінші бот химиядан, ол осындай. Қазір сендерге көрсетемін. Chemistry RG нижний пробел бот деген бот. Бұл жақта қараңдар, стартты басасында, добро пожаловать дейді, и сендерге таңдау береді. Не керек дейді, сендер керектерін жазасыңдар. Мысалға қараңдар, мынандай 3-ші белгіні басасыңдар дейді, мына жақта таблицы, элементы, формулы, законы. Короче, не керек сол. Мысалға маған бір қандай формула қажет дейді. Қандай формула қажет айтса дейді да, мен айтамын моль деймін. Жіберемін. И ол маған бәрі нәрсені көрсетіп береді. Моль, мынандай формула, осындай қажеті. Вообще молодец бот. Так что химиядан керек бот осы бот.
негізінде барлық боттарды менің өзімнің телеграм арнамда табасыңдар, сол жақта мен салып қоямын, вот осындай боттар деп. Сондықтан бәрін іздеп жүргенше менің телеграм арнама кіре сал, сол жақта таба саласың, бәрін қиналмайсың. Және менің арнама тіркеліп кете сал сол жақтаға. Осы боттан бөлек Химаша дейтін бот та бар, ол да алдыңғыдан қалыспайды. Оған сендер есептің берілуін жіберсеңдер, ол сендерге шығарып береді. Енді осы орайда неге видеоға лайк баспасқа, себебі бұндай пайдалы видеоны сен басқа ешерден таба алмайсың, тек менің арнамнан, сондықтан тіркеліп кет арнаға және осы видеоға лайк басып кет. Келесі ол Арфабот дейтін бот. Бұл сендерге өздерінің қателіктеріне топ береді. Бұл орыс тіліндегі орфографияны тексереді, қателіктерді, яғни мектепте диктант жазғанда осы бот көмектеседі. Және видео барысында мен привет, как дела деп жаздым, оны вообще таппады, бірақ заказчик деген сөзді жазғанда ол бірден тапты. Привет, как дела, заказчик. Келесі орыс тілінен емес, енді ағылшын тілінен. Ағылшын тілінен диктант бір нәрсе жазсаңдар, осы бот сендерге көмектеседі. Мысалға, қазір көрсетемін сендерге. Бұның аты Fix Me Bot. Бұл бот өз жұмысын өте жақсы орындады. Мен how деп қате жаздым, how are you да. Ол менің қатемді түзетті. Келесі ол аудармашы. Бұл аудармашы ботта қазақ тілі де бар. Сондықтан сабақта вообще қиналмайсыңдар. Қазақша жазып жүресіңдер де осыларға аударып береді. Бұл аудармашыда көп тілдер кездеседі, сондықтан маған бұл боттың жұмысы өте қатты ұнады. Өзіңе сақтап ал. Келесі нәрсе, мен кеше ғана соны таптым және бірден ғашық етті осы бот. Бұл In Mind. Сөздерді жаттауға арналған бот өте керемет. Сен өзіңнің сөздерді таңдайсың да, сол сөздерді мәңгі жаттап қаласың осы бот арқылы. Сондықтан осыны кеңес етемін. Қысқасы, бұл жақта өз сөздерін таңдайсыңдар, сол сөзді сендерге жаттатқызады. Осы In Mind арқылы ағылшын сөздерін жаттаңдар. Вообще күшті. Енді ағылшын демекші, негізде ағылшын тілін үйренуге менде целый видео бар. Осы видео подсказка арқылы кіріңдер ошаққа, ағылшыннан өзім қолданған, маған көмектескен құрылғылармен бөліскен болатым. Сондықтан егерде сен ағылшын тілін үйреніп жүрсең, осы видеоға кіріп кет. Сол жақта мен көп құрылғыларды айттым. Келесі бөлім ол менің сүйікті құрылғыларым. Google документы, Google презентация. Google документ ол кәдімгі Word. Ал Google презентация кәдімгі PowerPoint. Короче, презентация істейтін жер. Және осы екеуі бәрі телефонда бар. Сендер компьютер қосып жүрмейсіздер, бәрін телефон арқылы істейсіңдер. Барлығы сол жақта бар. Документ толтырсаңдар телефоннан, презентация істесеңдер бәрі телефоннан. Прям менің сүйікті құрылғыларым. Ал келесі құрылғы ол Word Card Creator, яғни карточкаларды сендер өздерің құрасыңдар. Карточка дегеніміз не? Яғни бір ғана сұрақ және арқасында жауабы. Соны электронный версиясында сендер өздерің құрасыңдар. Бұл арқылы сендер ағылшынды, Қазақстан тарихын, любой пәнді жаттай аласыңдар. Мен мысал ретінде осындай сұрақ қойдым және жауабы бір басқадан шығады. Өте ыңғайлы приложение екен. Өзіме таң алып отырмын, күшті. Сабақ деп сендер өздеріңді тастап кетпейсіңдер ғой. Сондықтан мен сендерге де арналған оқуға, не обязательно бір пәнге, өздерің үшін жинаған құрылғыларым бар. Мысалы, бірінші ол бот, осындай бот, Study Music, яғни сол жақта керек музыкалар, әуендер бар. Соны қойып, сендер рахаттанып, кітап оқысаңдар, үй жұмысын істесеңдер де болады. Ал келесі құрылғы вообще қызық нәрсе, бұл Alarm Puzzle. Короче, бұл будильник. Бірақ будильникті сендер өшіре алмайсыңдар құр босқа былай жібере салып, потому что мен солай істеп ұйықтап қала беремін, қосылады, ладно деймін, ұйықтап қаламын, вообще дұрыс емес. Сондықтан будильникті қойғанда сендер оны өшіру үшін бір қандай логический нәрсені істеулерің керек. Соны тексерейік. Вот, қараңдар. Бір қайсында шығады? Мынадан шығады. Дұрыс. 13 қай жерден шығады? Так, мынадан шығады. 13. Мынадан по-любому. Болды. Видите, сендер тұрасыңдар деп, короче, миларды қосып кетесіңдер. Сондықтан керемет құрылғы. Android-тағылар сендер де табасыңдар осындайды. Сондықтан мен барынша сендерге пайдалы болуым деген үміттемін. Осы құрылғыларды жүктеп алыңдар. Және әрине ең басты, ең ресурстар мол, ең күшті приложение ол мені көріп отырған
приложение ол YouTube'да сендер видео уроктарды түрлі нәрселерді табасыңдар, сондықтан YouTube күшті. Ал YouTube'та кімді көргілерің келсе сондайларды көресіңдер, соларға тіркелесіңдер, неге маған тіркелмеске тоже, да. Сондықтан мен барынша сендерге көмектестім деген үміттемін. Менің құрылғыларым сендерге пайдалы болды деген үміттемін. Жүктеп ал, сендер үшін тырыстым. Инстаграмға тіркеліп кет, Телеграм арнама тіркеліп кет. Мен бар жерде бармын, бар жерде активнаямын, сондықтан тезірек арнаға тіркеліп кет осы видеоға, лайк бас, пікіріңді қалдыр, қайсы шаш жарасады, соны мен ұмытқан жоқпын, соны жауабында қалдырып кет. Жалпы сендермен болған мен Аружан. Сау болыңдар.